Сәлем достар, қалайсыздар? Видеоны соңына дейін қараңыздар. Карголар жайлы көп информация айтамын. Ссылкасын осы видеоның астына қалдырып кетемін. Телеграм каналда осындай отзывы карго деген чат бар. Оның ішінде Қазақстандағы барлық 100-ге жуық карголардың тізімі бар. Барлық карголардың данныйлары да, менеджерлерінің телефон номерлері де бар. Адамдардың қалдырған отзывтары да бар. Сосын бесплатно код беріп тіркеп жатқан карголар да бар. Міне мына жерде бесплатный код береді деп жазылған. Ішінде карго өте көп, барлық Қазақстандағы 100-ге жуықтай бір карго бар. Осылай бәрінде жазылып тұрады. Мынада бесплатный код жазып қойған. Тарифтері жазылған. Есть сайт, перегруз нет деп жазып қойған. Тек завес төлейді екен. Бұл каргоның астына 190 адам комментарий қалдырып кеткен екен. Соны басып, ішіне кіріп, оқысаңыз да болады. Карго жайлы адамдар солай комментарий қалдырып кеткен. Әрі қарай карголарды қарайық. Мына жерде де бесплатный код деп жазып қойған екен. Бәрі данныйлары бәрі жазылған. 400 кодов бесплатно деп жазып қойыпты мынада да. Мына каргода код бесплатно деп жазып қойыпты. Мынада да бесплатный код деп жазып қойған. Сайтқа тіркелу үшін міне ссылкасы жазылған, соны басып өтіп тіркелесіз. Каждый карголардың астында осылай комментарий қалдырып кеткен. Соларды ерінбей оқып, қай карго жақсы, қай карго жаман, енді түсінуге болады кішкене. Осы тау 080 каргосында бесплатно пин-кодын өздері үйретеді, өздері бесплатно карго код тіркейді екен. Осы каргомен заказ беретін болсаңыз. Мен жақында тіркеліп алдым, өздері видеосын жіберіп, кәдімгідей видео уроктарын жібереді, қалай тіркелу керек екені оп-оңай. Осы каргоның комментарийларын оқып едім. Көп адам вроде нормально деп жазған екен. Оған тіркелу үшін мына WhatsApp номеріне өтесіз. WhatsApp ашылады. Сообщение жазсаңыз, сізге осылай жауап береді. Адресін енгізесіз де, сосын скринін жібересіз осы WhatsApp-қа, сізге айтады, дұрыс па, дұрыс емес па. Оны енгізу үшін мына ссылкамен өтесіз. Адрес енгізетін бетіне өтіп кетесіз сонда. Мына жерде Қытайдағы адресі тұр, оның астында видеосы бар, қалай толтыру керек екені. Оп-оңай, соған қарап толтырсаңыз да болады. Ана пин-кодыға копировать етіп саласыз ғой. Болмаса былай да істеуге болады. Мына сайт отслеживанияға кіресіз. Мына жерде қалай сайт отслеживанияға регистрация жасау көрсетілген видеолары бар. Сұрақтарыңыз болса, манағы WhatsApp номері тұр, соған қойсаңыз болады. Сұрақтарыңызды бәрін өздері айтады. Қалай регистрация жасайтыны мына жерде видеолары тұр. Оңай, соларды бірінші қарап аласыз, сосын дәл солай мына үстінде ссылка тұрады, соған өтіп уже регистрация жасайсыз. Міне мынау ссылкасы, соған өтіп регистрация жасайсыз. Мен уже регистрация жасап қойдым. Басында мынау пустой болып тұрады. Сонда регистрация атыңызды, жөніңізді бәрін толтырасыз. Манағы видеода бәрі бар. Мен уже тіркеліп заказ беріп тастадым. Для пробы ұсақ тиек затқа заказ бердім. Енді көреміз, тез келсе осы каргомен жұмыс жасайтын боламын. Мына жерде уже жасыл жанып тұр, получено на складе в Китае деп. Енді назадты басып, манағы карголар, отзывы карголардың бетіне өтеміз. Мына жерде барлық карголар бар, қарап шықсаңыз болады. Экспорт каргосы да тұр, 694 адам комментарий қалдырған екен. Мына жерде де барлық карголардың данныйларын қойып қойған, ссылкасымен бірге. Сосын осы жерде адамдардың бәрі голосовать етіп кеткен. Қай карго жаман, қай карго жақсы. Мне выбираем лучшее карго деп тұр. Мына жерде мен мына инэкспортты басып едім, таңдап. Осылай болып шығады, үстінен көрсетіліп тұрады, неше адам қай каргоға неше процент голос бергені жазылып тұрады. Мынау екінші беті, выбираем лучшее карго дегеннің вторая часть. Сізде таңдап үстінен бассаңыз, ары қарай көрсетіліп тұрады, қанша адам таңдағаны.
Ал мына жерде енді самый худший карголар тұр. Мына жерде бәрі 878-ді таңдаған екен. Оны білетін боларсыңдар, 878 карго. Ішінде мындай Pinduoduo'ның чат-боты бар. Ол Pinduoduo'ға байланысты чат-бот. Өзіңізге керегін таңдайсыз, сосын сізге соған жауап береді. Pinduoduo'ға керекті мәліметтерді таңдасаңыз, мына жерде лайфхактары, карго адрес тіркеу. Pinduoduo лайфхакты таңдасаңыз, размер таңдау, ішінде әртүрлі осындай сұрақтары бар. Размер таңдауды таңдасаңыз, мысалы, сізге соның видео сабағын жібереді. Қалай размер таңдайтын видео сабағын жіберіп отыр. Сіздерге менің видеом ұнаса, маған лайк басып, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Осы видеоның астына осы каналға кірудің ссылкасын жазып кетемін.